Әйгерім, бүгін қандай күн, не деген мейрам? Бұл Наурыз ғой, бұл қазақтардың жаңа жылы. Демек, жаңа кезең, бұл жаңа бастама. Баршаңызға сәлем. Бүгін біз Наурыз мейрамын тойлау үшін қазақ елі монументіндеміз. Бұл өнер біздің Наурыздағы жаңаруымыздың көрінісі. Бұл жерде қазақтардың батыр бүркіті еркіндіктің, күштің символы ретінде табиғаттың ғажаптығы паш етеді. Әрбір сурет, әрбір қимыл біздің ұлттық рухымыз бен табиғаттың бірлігін көрсетеді. Жәрмеңке бұл қазақ халқының тұрмыс тіршілігін көрсететін шара. Жәрмеңкенің басты ерекшелігі бұл адамның өз қолымен дайындалатын табиғи бұйым. Сәлеметсіз, сіздер Наурыз мейрамында қандай тілектер тілейсіз? Сәлемат па қыздар. Бүгін жаңа күн, Наурыз деген сөз. Мен халыққа, елге бәрін айтарым. Жаңа жаңалықтарды бастаңдар, жаңа тірлікті бастаңдар, жаңа армандар болсын. Алда үлкен күндер күтіп тұр, соған аман есен жетуді ойланыңдар. Бәріне жетесіңдер. Тек қана арманды орындауды мақсат етіңдер. Еңбек және тағы еңбек. Наурыз бұл жаңа жылдың басы. Жаңару мен үміт мейрамы. Осы күні біз Алтыбақан дәстүрін жаңғыртамыз. Алтыбақан бұл балалардың қуанышы, отбасының бірлігін көрсететін ерекше сәт. Әр үйде балқытылған жиналған қуаныш, ортақ дәстүр арқылы біз бірлігімізді нығайтамыз. Әрбір мейрам қазақ үшін өте маңызды сәт. Ал Наурыз мейрамында біз өз әндерімізді шырқап, жақсы көңіл күймен бастаймыз. Сәлеметсіз бе? Сізде Наурызға байланысты қандай дәстүр бар? Наурызда жаңағы неде енді? Осы концерті бар. Мынау халық қызықтап жатыр. Сол ғой енді дәстүрлер. Сондай дәстүрмен қолданасыз ба? Иә, сонымен қолданамыз. Наурыз бұл қазақтың ең ежелгі мейрамы. Ал бүгін сіздер қазақ халқы қалай Наурыз мейрамын тойлайтынын білдіңіздер. Всем пока. Апай, бізде травма. Мы все замерзли. Қолымыз кетті қар. Қып-қызылмын ғой, офигеть. Давайте, апай, смотрите, какие мы красивые, да, Наурыз мейрамымен. Құтты болсын, апай. Апай ғана қарайды осына. Видео түсіріп жатыр. Видео.